Сәлем достар, қалайсыздар? Егер сізде Pinduoduo сайтында төлем қабылдамай жатса, осы видеоны соңына дейін қарап, осы видеодағыдай жасап көріңіз. Менде Pinduoduo сайтында басында төлем қабылдап жүрді, сосын өзімен өзі себепсіз төлем қабылдамай қалды. Егер сізде де төлем қабылдамай төленбей жатса, ең алдымен Gold картамен тіркелген болсаңыз, Kaspi приложениеде онлайн покупкаға доступ ашық па тексеріп қараңыз. Доступ жабық болса төлем қабылдамайды. Кейде ұмытып кетуіміз мүмкін, ашып қоюға. Екінші, сізде Pinduoduo сайтынан алайын деп отырған товардың суммасынан Kaspi Goldтағы ақшаңыз сәл артық болуы керек. Кейде алайын деп отырған товардың ақшасынан тек 200-300 теңге артық болса да төлем қабылдамай қалуы мүмкін. Одан да көптеу артық болуы керек. Егер сіз осы екі іс-әрекетті жасасаңыз да төлем қабылдамай жатса, онда дәл осы видеодағыдай жасап көріңіз. Ол үшін не істейміз? Ол үшін мына менің деген профиль бетіндегі төлем карта тіркейтін мына батырманы басамыз. Тағы бір айтып кететін жайт, көбісінде төлем карта тіркейтін батырманың түрі де орны да өзгеріп жатыр. Бұрын төлем карта тіркейтін батырма осы иконкалардың ортасында осы жерде болған. Мінекей қараңыз, бұрын осындай жерде тұрған төлем картаны тіркейтін батырма. Қазірде менің екінші аккаунтымда осындай болып тұр. Егер сізде осындай болса, осы батырманы басасыз. Ал егер сізде орны өзгеріп, оның орнына осындай жүрек болса, осы жүректі басасыз. Әрі қарай мына үшінші батырманы басамыз. Мына жерде менің картам тіркеліп тұр, бірақ төлем қабылдамай тұр. Әрі қарай осы көп болып тұрған картамыздың үстінен басамыз. Үстіндегі мына қызылмен белгілеп қойған мына батырманы басасыз. Одан кейін астында осындай екі батырма шығады. Мына үстінде тұрған управление банковскими картами дегенді басамыз. Одан кейін мына астындағы отвязать карту деген мына батырманы басамыз. Осылай ашылады. Одан кейін мына көк батырманы басуымыз керек. Бұны басқанда тіркеліп тұрған, төлем қабылдамай тұрған картамызды автоматом өшіріп, орнына жаңағы төлем қабылдамай тұрған картаңызды қайтадан енгізесіз. Мен дәл осылай жасадым. Төлем қабылдап бастады. Содан кейін қазір осы көк батырманы басамыз. Келесі мына қызыл жазуы бар батырманы басамыз. Төлем паролімізді тереміз. Автоматом картаны өшіріп тастады. Енді осы жерге жаңағы төлем қабылдамай тұрған картамызды қайтадан енгізсеңіз де болады, немесе басқа новый карта енгізсеңіз де болады. Мына жерге картамыздың артындағы 16 санды теремізде мына қызыл батырманы басамыз. Келесі бет ашылады. Мына бірінші жолға аты жөніңізді дәл картадағыдай жазасыз. Екінші жолға картаның бітетін срогын жазамыз. Үшінші жолға картаның артындағы СВВ деген 3 сандық кодты тереміз. Толтырып болғаннан кейін мына астындағы қызыл батырманы басамыз. Мінекей жаңағы толтырған картамыз тіркелді. Енді төлем жасап көрсеңіз болады. Достар, видео пайдалы болса, видеоға лайк басып, менің осы YouTube каналыма тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар. Менің осы YouTube каналында Қытай сайттарына байланысты тегін пайдалы ақпарат көп. Астына комментарийға қандай да бір сұрақтарыңыз болса жазып кетсеңіз болады.